Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қалдарың қалай достар? Бүгін жер қатты болып тұр. Жігіттер, достар, егер естімей айтса айып етпеңіздер. Шама келгенше қазір түсіремін енді. Мынау малыштың үйірін қамап, GPS-ін ауыстырып, мынау жабағаларға, тайшығарларға құлақтарына ен салып жатырмыз. Ана жылы салынбай қалған, сондықтан міне жаңа сәті түсті, жақсы болып қалды, бір жұмыс бітіп қалды. Так, қазір қысқаша түсіріп өтейін. Міне осындай тайшығарлар, 24-тің құлындары. Осы жолы бір кісі жазып өтті, осы сендер қайдан шығарып аласыңдар, бір жасты тай дейсіңдер деп. Бір жас тай емес, сендер орыстар сияқтысыңдар деп. Мен 70 жыл бойы жылқы баққам, бір жасты тай деп атамайды деп. Сол айтып жүріп, жігіттер, енді қателеспеңіздер. Негізі құлын туған кезде 6 айына дейін құлын болады. Оны уже 100 рет айтқан болатын, 101-ші рет айтып берейін. 6 айдан кейін бір жасына дейін жабағы болады, толық бір жасар тай болады, жігіттер. Анау қазақ айтпай ма? Жас үлкеннен сұрама, көпті көргеннен сұра деп. Сол сияқты атамыз 70 жаста болса да, бірақ әлі жылқының атауларын дұрыс білмепті. Солай достар. Так, малышты ана жаққа байлап қойдым. Оны енді GPS-ін ауыстырып, бір аяғы ақсап жүр екен. Неге ақсап жүр десем, аяғына бірден кіріп кетті ме десем, майтабаны өсіп кетті, жігіттер. Таң қалдым, прям қалың болып өсіп кетті. Соның қазір майтабан тұяғын алып түсіріп өтем, өздеріңіз көре жатасыздар. Солай достар, мынау енді жас үйір болған, қазір енді мынау ана үлкен үйірді ортасынан бөлдік, ол 2 үйірі болды. 15 бастан. Енді мынау малыштың үйірі үлкен үйір болды, жігіттер. Көрдіңіз бе? Қазір Салмал көлімен үйдегі тұрған құлынды биені қосам, сосын анау байталды қосам, қара байтал арық қыста бөлінген. Сол үшеуін осы үйірге қосылады. Сонда 30 бастай болады. Алла қаласа үлкен үйір осы болады, малыштың үйірі. Анау 2 мұғалжар, ол 15-15-тен бөліп тастадық. Жігіттер сұрап жатыр екен, ғасыр не болды? Ғасырда әлі қосқан жоқпын достар. Қазір қосам, алла қаласа. Сосын толықтай түсіріп өтем. Көпшілік сұрап жатыр екен, что-там түсірмедім бе деп. Қазір бұйыртса малышты далаға шығарғаннан кейін ғасырда қосам. Видеосын алдағы уақытта салам, көресіздер. Солай достар, заманды сұрап жатыр, далада қалай жүріп жатыр екен деп. Аллаға шүкір, Аллаға мыңда бір шүкір жүріп жатыр заманымыз. Әзірше барлық биелер буаз, әлі құлындаған жоқ, 10 үйірінде. Сондықтан заман біраз мінезін көрсетіп жынданып жүр, біраз қуып жүр енді. Жарайды, Алла қаласа үйренеді ол да. Қазір туа бастағаннан кейін уже айғырдан шыға бастағаннан кейін заман өзі біраз жуастанады деген ойдамын енді. Атак үйір ұстау жаман емес, үлкен биелерді, сақа биелерді орнына қойып жатыр. Соған тәуба, біраз ырза болып тұрмын. Сол бір жігіт жазып өтті, неге чарж қоспайсың деп. Жігіттер, чаржды оны өздерің қоса беріңіздер. Чарж именно біздің Екібастұздың жерінде чарж жүре алмайды. Оны міне қарасаңдар, қу тақыр бізде. Қу тақыр, шөп жоқ біздің жақта. Қиын. Сондықтан қазақи жылқыдан артық жылдың 4 мезгілінде домалақ жүретін мұғалжар айғырды салдық. Алла қаласа жақсы тұқым аламыз деген ойдамыз. Оны әрине енді қосқанда чарж әдемі көрінеді ғой. Етті сыртынан етті, бірақ насам деді енді қазақи жылқының қазысындай болмайды. Еті қазақи жылқыдай болмайды. Товарный вид болады, әрине сатуға неге жақсы. Бірақ мұғалжар жылқымыздың бағасы қазір чарж жылқысынан кем емес, жігіттер, соны айтып қойын. Даже одан да қымбат деп айтуға болады, өйткені қазір үлкен айғырлардың өзі чарж жылқысының үлкен айғыры 2 миллион тұрады. Ал таза мұғалжар племенной документі бар айғырлар 3 миллионнан басталады. Ары қарай линиясы қандай жақсы, 5 миллион, 6 миллион кете береді. Солай достар.
біздің жақта жүре алмайды тяж. Сіздер жақта мүмкін жүре алатын шығар, бірақ біздің декабрь айында мама деп үйге жүгіріп келеді ол тяжын. Сол осы жолы бір жігіт жазып жүріпті. Ойбай, Генан жылқыларын қарашы, сенің жылқыларын түсіруге ұят деп. Енді бар осы, Аллаға шүкір бұйырған жылқы осы жігіттер. Иә, арық. Бірақ мына жылқы қолға қараған жоқ. Оған далаға жем тасыған жоқ. Гена құсап 10 тонна барған сайын 10 тонна тасып, осы қыста бір 100 тоннадан кем салған емес ол жігіт. Сондықтан ол Генан жылқысымен надарды сравнивать не стоит, я думаю. Он жылқылары біздің жаққа келсе болды ғой, қырылып өледі ғой, қырылып. Мына жылқы Аллаға шүкір, Аллаға монда бір тәуба, қолға қараған жоқ мына жылқы. Аллаға шүкір. Соны өзіміне жылқы қыстан шықты, аман есен. Солай достар. Далаға жем тасып атсам, онда әрине, онда пайдасы не? Пайдасы жоқ. Өзіңіз ойлаңызшы енді. Бір барғанда 10-12 тонна апарады. Ешкімнен оны жасырмайды, көрсетіп түсіреді. Бір барғанда апарады. Ал енді ол уже кем дегенде 10 рет апарды ғой, кем дегенде. Одан көп апармаса, 100 тоннадан кем кеткен жоқ жем. Содан кейін қалай жарыстайсыз өздеріңіз? Енді бұлай қарағанда новичоктарға әрине болады, бірақ конкретно жылқышыға декабрь, январь айында суық кезде, аяз кезде барғанда сүмірейіп тұрған жылқы үйге айдасан, сол кезде көресің. Үйде қарап, боғын алып, жемін беріп, суын беріп, таскат етіп жүгіріп жүргенде, сол кезде айтасың, сатам мен мына жылқы, боққа тұрмайды екен деген сияқты. Солай достар. Негізі шама келгенше қыстан жақсы шығатын жылқы ұстау керек, жігіттер. Мынау алдында менде бір-екі биелер болды, қыс шыдамайтын, олардың бәрін сатып жүрдім. Басында енді жылқы жинаған кезде ала бересің, сатып ала бересің, қарамайсың. Ең басы количество болған дұрыс деген сияқты. Сосын уже ақырын браковать етесің. Қыста көтерілмеді ме, сатып жүресің. Қысты көтерілмеді ме, сатып жүресің. Сол. Қазір енді малыштың тұяғын алайық. Алла қаласа түсіріп өтем. Сосын мынау салмалы көлмен қолымды мен даладан қосып жүрем, өйткені мына ішіне қосып жүрсем қолым кішкентай басып тастайды. Даладан бірақ қосып жүрем, түсіріп өтем достар. Так, міне малыштың тұяғы алынып жатыр. Gene kalian saya kirim sih. Май табаны бәрі өсіп кетті. Сосын табанына батып біраз ақсап тұр. Жақсы кесем екен? Жағадан тұяқ алатын алғамыз. Қайш. Тұрады ғой, жуас. Осылай жігіттер. Май табаны осы өсіп кетсе, жылқын табанына батады, ақсай бастайды сосын. Так аяқтары бәрі бүтін. Аллаға шүкір. Көрдіңіз бе қалай өсіп кеткен? Масқара өсіп кеткен мама. Ne oldu? Не малыштың қыстан шыққан күйі. GPS-ден ауыстырып. Жаман емес. Atau şimdi. Asla almadı beni. Taşlar etket görüyoruz.
Түшкөн жартык. Кала жүргөн өзү. Иә, қалғаны өз кетеді. Sana batkandan kantalak ketdi. Ну, соны айтам. Трес надо. Алдыңғы аяқтан алынса болды, жетеді. Ножку білмейді, көтер. Орыс емес қой, қазақ. Аяқты да. Қазақша, орысша қыз. Кемпір қарап тұрмын. Өтіп кеткен жоқ, кетіп жатыр, жаңағы. Табында жүрдіп не етпейміз. Бұрынғы мұны жүрген кезде болса, сразу алып жүріп. Ерде жүр. Рей. Білем, батып тұр деймін. Алмай болмайды да. Ал көріп көміз етті. Малыш. Сұлулық салоны. Давай, тұр. Тұр, малыш, тұр! Жатайын деп отырмын ғой. Ана алдыңғы аяғы батты ғой жаңағы. Жаңа аяқ алып тұр. Тұр, малыш, стоять! Жоқ, қанша жүрдің ана аяқ. Тұр! Аяқ ауырған аттыға белгілі көріне. Тұр. Стап, жерме. Жатайын деп отырмын. Тұр! Тұр, твою мать! Адемлеп атса, менен көз падик көтті. Ару. Жүйрік қаншық. Омырайлық. Міне, тазының жатысы да осылай болу керек. Сырт келбеті осындай болу керек. Жүйріктер осылай жатады. Ару. Сатырмай тұрмай. Алып тұр беше. Шаржа аяға да ұры. Стан. Қапсыз. Бұны тарталып кетті. Қазір бір жұма жүргеннен қатайып тұр болады, жақсы болып болады. Алла қаласа. Тұра тұршы, кішкене. Жақсы болып қалды. Малыштың күйеуі жаман емес, Аллаға шүкір, қыстан шыққан түрі міне осы. Бүгін сәуір айының 6-сы. Қананда жағамыз ба? Так, жігіттерімне Салмакөл, қолымды би ана Байтал шықты. Қазір жақтан үйір шығарылады. Сосын айыр қосылады. Осы даладан қосып жатырмыз, өйткені қолым кішкентай басып тастайдан қолымды. Алла қаласа жүріп кетсе, жақсы болар еді негізі. Қолымға бір жұма болды осы жолы. Айт күні туылған 30 күні. Бірінші төлдің басы.
Так, ана үйір шығайын деп жатыр. Салмалы-көл буаз. Алла қаласа енді жазда құлындайтын шығар деп ойлаймын. Қарны түсіп барады. Малыш алып кетсе, нұр үстіне нұр болар еді негізі. Міне, үйір кетті. Ал, бисмилля. Бисмиллахи Аллаху акбар. Қазір тұра тұр, нұр айғыр шықсын. Айғыр қайда? Малыш қайда, малыш? Тұра тұр. Саумал. Саумал, машалла. Мадоннадан кейін екінші сүйікті бие ғой ол. Салмалы-көл, бірінші Мадонна. Мадонна міне артында тұр, қара қасқа. Алтайский бие. Оның жабағысы үйде тұр, әлі үйретілген жоқ, оны да үйрету керек. Уақыт жоқ, уақыт болмай жатыр. Тұрған ғасыр міне айғырланып тұр. Ал, малыш кетті. Ал, бисмиллахи Аллаху акбар. Аллаху акбар. Кеттік. Әне бие кетті алдында. Малыш, давай.